Бұлық арна эфирінде өзек жарды сұхбатқа бары есенсіздер ме? Ойға түркі сауал тастайтын мен Жайнагүл Төлеміс. Жауабына ықылас қою ер көздеріңізде. Хабарымыздың бүгінгі қонағы халықаралық бағдарламалар орталығы акционерлік қоғамының президенті Ғани Діңімет. Студиямызға қош келдіңіз. Дәстүрлі сұрақтан бастайық әңгімемізді. Биылғы жылы қанша жастың, қанша үміткердің бағы жанды? Менің білуімше, олардың арасында біздің әріптестеріміз де бар. Шетелге аттанған болашақ бағдарламасы бойынша оқуға түскен жастардың арасында. Сол жөнінде айтып отырсаңыз. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. 2014 жылы бізге 2000 үміткер құжаттарын тапсырды. Сол 2000 үміткердің ішіндегі 780-і стипендия егер атанды. Сол 780 стипендия егерінің ішінде 34 журналист бар. Бұл жаңа категория, журналисттер деген категориясы болашаққа осы былтыр енгізілді. 2014 жылдан бастап біз бірінші рет журналистерден және шығармашылық салаларының қызметкерлерінен құжаттарды қабылдай бастадық магистратураға. 34 адам өтті журналистер, соның ішінде өте әйгілі журналистер бар. Қазспорт, Қазақстан, Хабар телеарналарының журналистері, тағы өңірлердегі облыстық арналарының, газеттерінің, тағы басқа ақпарат құралдарының журналистері бізге түсті. Қазір олар тілдік курстарға жіберіліп жатыр, көбісі жіберілді. Ағылшын тілін бір деңгейге көтеріліп, олар магистратураға түседі. Түсінікті. Негізінен басым бөлігі қай мамандықтарға түсті? Негізінен менің білуімше техникалық мамандықтар қазір жастардың арасында кеңінен танымал. Қазір шындығында болашаққа көбінесе сол инженерлік, техникалық мамандықтарға көбірек құжаттар тапсырылады. Соның ішінде жаңағы инфокоммуникациялық технологиялар, IT дейміз ғой. Осы мамандық бойынша көптеген жастарымыз, оқу орындарының түлектері осы мамандыққа тапсырып жатыр. Одан кейін жаңағы ғылымдар бойынша, биология болсын, физика, химия, математика пәндері бойынша үлкен біраз жастарымыз осы былтыр түсті. Одан кейін екінші орында олар жаңағы гуманитарлық мамандықтар, соның ішінде мемлекеттік басқару, экономика, қаржы мамандықтары бойынша біздің мемлекеттік қызметкерлер түсіп жатыр. Үшінші ең жаңағы түсіп жатқан категория олар жаңағы ғылыми педагог қызметкерлер. Көбінесе олар сол ғылымды басқару, білімді басқару салалары бойынша мамандықтарына түсіп жатыр. Өнер адамдарының қарасы көп емес менің білуімше. Өнер адамдарының осы санат бойынша 4 адам түсті. Соның ішінде театрлардың қызметкерлері. Осы жылы да біз құжаттарды олардан қабылдаймыз, күтеміз. Олар режиссерлер болсын, актер болсын, әнші, тағы басқа біздің шығармашылық салаларының қызметкерлері магистратураға болашақ арқылы бара алады. Жуырда осы болашақ бағдарламасында болатын кейбір өзгерістер жөнінде құлаққа естідіңіздер көпшілікті жастарда. Өзгерістер, ендігі өзгерістер, қандай өзгерістер болды алдағы? Енді үлкен өзгерістер, енді біз үнемдеу, оңтайландыру процесін жүргізіп жатырмыз қазір. Ол процесті біз 2004 жылдан бастап бастадық. Соның ішінде біз қарап шықтық, қай шығындар бойынша, қай бағыттар бойынша біз үнемдеу жұмысын жүргізе аламыз. Сол бірінші біздің нәтижеміз, ол жаңағы тілдік дайындық, ағылшын тілін дайындық курстарын үнемдеу. Сол үшін біз қазіргі 18 айлық курстарын 12 айға дейін қысқартып, соның 6 айын Қазақстанда оқытамыз ағылшын тіліне, одан кейін келесі 6 айын шетелге жібереміз. Бұл екі есе біздің шығындарымызды азайтады деп сеніп отырмыз қазір. Бірақ шәкірттерге қаншалықты әсер етеді бұл? Бұл олардың жағдайына, олардың дайындығына. Біз жалпы халықаралық тәжірибені сараптап шықтық. Жалпы ағылшын тілін оқу үшін 12 ай жеткілікті. Барынша біз өзіміздің әріптестермен сөйлесіп көрдік, тілдік дайындық орталықтарымен сөйлестік. Халықаралық стандарт 12 айдың ішінде интенсивті түрде оқыса, азамат таңертең кешке дейін оқыса, жұмыстан босатылып, ол ағылшын тілін бір дәрежеге жеткізе алады, шетелдік оқу орындарына түсу үшін. Сол себептен біз 6 айын осы жерде грамматика, теориясын оқытамыз,
шетелден мұғалімдерді шақырамыз. Назарбаев университетінің базасында және біздің Қазақ ұлттық әл-Фараби атындағы ұлттық университет базасында британдық кеңеспен бірлесе отырып, соны жұмысты жасайын деп отырмыз. Қыркүйек, қазан айларында осы жүйеге көшеміз. Сосын келесі 6 айын енді бір жағынан түсіну керек шығармыз. Жаңағы не керек? Среда керек, орта керек. Тілдік орта керек. Сол үшін келесі 6 айын сол Ұлыбритания, ақш-қа жібереміз. Түсінікті. Бұл жағдайда шәкірттің шәкіртақысы сақтала ма? Сол шетелде жүргендей стандартпен төлене ме шәкіртақы әлде? Біз қазір осы сұрақты министрлікпен, білім және ғылым министрлігімен жұмыс жасап жатырмыз. Біз оларға шәкіртақысын төлейін деп отырмыз. $1000. Ол жұмыстан босатылу керек. Сол өндірістен босатылуы қатаң дүние ме? Мысалы, күніге қанша сағат оқиды тілдік курстарды? Таңертең бастап сағат 3-ке дейін оқу керек. 3-тен кейін өзің жаңағы самоподготовка дейді, сомен айналысады. 5 күн, аптасына 5 күн оқиды. Сосын әр ай сайын тест тапсырып отырады. Ағылшын тестін, IELTS дейді оны. Соңғы 6 ай өткеннен кейін IELTS-ды официальный, ресми IELTS-ды тапсырып, балы 4-тен 5,5-ға көбейтілсе, ол шетелге 6 айына бара алады. Кетуге дайын отырады. Егер 1 айдың, 2 айдың ішінде мысалы көтерсе, тіпті, онда мерзімнен бұрын 6 айға шетелге жібереміз. 2 айдың, 3 айдың, тіпті 1 айдан кейін дайын болса, сол дәрежеге жетсе, шетелге жібере саламыз. Бұл жаңағы сіз айтып отырған үнемдеу процесінің жетістігі. Түсінікті. Комиссиялардың құрамы, іріктеу комиссияның құрамы, сол жөнінде айтып отырсаңыз. Біздің 2 үлкен комиссиямыз бар. Бірінші комиссия ол жаңағы ұлттық сараптамалық тәуелсіз комиссия. Бұл соңғы конкурстық комиссия болып табылады. Бұл комиссияға біздің үміткерлеріміз келіп интервью береді. Неге бара жатырмын? Қандай мамандық бойынша, не істегім келеді, қандай жұмыс, жаңағы ғылыми жоба жасағым келеді. Сондай сұрақтарға жауап іздейді комиссия мүшелері. Соның ішінде тарих бойынша, ата заңымыз бойынша сұрақтар қойылады. Сол комиссия бұл үміткерді ұнатса, онда ұсынды деп сондай шешім шығарады. Осындай ұсынған үміткерлеріміздің тізімін Ақорда жанындағы республикалық комиссияға шығарамыз. Сол комиссия саяси түрде барша үміткерлерге стипендия тағайындайды, ресми түрде. Жаңа айттыңыз бір сөзіңізде, жаңа мамандықтардың қатары қосылады. Осы БЛШ бағдарламасы бойынша оқитын шәкірттердің санатына, мамандықтардың санатына. Оның ішінде ғылым, ғарыш саласы және наркология секілді бұрын соңды болмаған мамандықтар енгізіліп отыр. Бұл қандай қажеттіліктен туған қадамдар? Сұрағыңызға рахмет. Шындығында біз жыл сайын біздің басымды мамандықтар тізімін жаңартып отырамыз. Бұл тізімді біз мемлекеттік органдардан, мекемелерден келген өтініштер бойынша, тапсырыстар бойынша жасаймыз. Осы жылы біз 343 мамандық енгіздік. Бұл тізімге былтыр мысалы 99 мамандық болған. Осы жылы біз жаңа мамандықтарды қостық. Соның ішінде нұрлы жол бағдарламасы бойынша инфраструктура дамыту, логистика, транспорт бойынша жаңа мамандықтарды қостық. Соның ішінде аналитическая химия, тағы басқа жасыл экономикаға керек мамандықтарды, энергетика, жасыл энергетика бойынша біз жаңа мамандықтарды қосып, бұл тізімді республикалық комиссияға ұсындық. Бұл республикалық комиссия оны мақұлдады. Осы жылы біз үлкен басымдық мамандықтар бойынша, ол жаңағы көбінесе техникалық мамандықтар, инженерлік мамандықтар, одан кейін медициналық, сосын гуманитарлық. Түсінікті. Тағы бір сұрақ. Бұрын осы елімізде, өзіміздің елімізде магистратура бітірген шәкірттер шетелге магистратураға аттана алмайтын. Қазір менің білуімше өзгерістер бар. Елімізде магистратураны бітірген шәкірттер шетелде магистратура оқуға мүмкіндік алып отыр. Бұл қандай қажеттіліктен туындады? Мен айтып кеттім, жаңағы осы жылы біз көбінесе үлкен көңіл магистратура мен докторантураға бөлінейін деп отырмыз. Жаңағы кәсіби тағылымдамалардан біз қысқартпаймыз. Олар болады. Бірақ осы стипендияның көбісінің санын
магистратура мен докторантураға жіберейін деп отырмыз. Қаншалықты шеберлет мысалы тәжірибеден өту? Менің пайымдауымша бір 2 есе біз қысқартамыз жаңағы кәсіби стажировкаларды. Неліктен сол тәжірибеден өтудің саны қысқарып отыр? Өйткені ол тиімсіз ба адамдарға? Бұл екі жақты қарауға болады. Бір жағынан қазір біз енді оңтайландыру, үнемдеу процесін өткізіп жатырмыз, оны түсінуге керек. Енді стажировкалар қымбаттау түседі. Біріншіден, екіншіден көптеген біздің жаңағы стажировкаға бара жатқан үміткерлеріміз жаңағы стажировкалар орыс тілінде өтіп жатыр. Менің ойымша бұл стажировка тиімді болу үшін ағылшын тілінде өтуі дұрыс деп ойлаймын, менің ойымша. Сол себептен біз жаңағы үміткерлерімізді ағылшын білетін үміткерлеріміз күтіп отырмыз осы стажировкаға. Сондай үміткерлерді біз міндетті түрде Ұлыбритания болсын, ақш болсын, индустриалды компанияларына жібереміз. Соның ішінде жаңағы IT секторы болсын, биология секторы болсын, ғылым секторларына жіберіп отырамыз. Ал енді жаңа магистратура айтып кеттім. Магистратура қазіргі ереже бойынша біздің болашақтың Қазақстанның магистр дәрежесі болған азаматтар болашаққа түсе алмайды. Өйткені біздің ережелерімізде жазылып тұрған. Бір рет магистратура, тек бір рет магистратураңыз болса, бізге келе алмайсыз. Бірақ менің ойымша бұл дұрыс емес. Өйткені қанша біздің азаматтарымыз шетелде білім алғысы келеді. Магистратура бойынша оқығысы келеді. Мысалы, Қазақстанда оқыды, бірақ мамандығын дұрыс таңдамаған шығар. Мысалы, шетелде бар басқа мамандық алып келгісі келеді. Соның ішінде техникалық мамандық болса, мысалы, бізге жақсы. Сол себептен осындай өзгерістерді біз ережелерге жасадық. Бүгін осы ережелер үкіметке кірейін деп отыр. Осы айда, наурыз айында біз осы ережелерді енгізсек, мақұлдасақ, менің ойымша сәуірде біздің конкурсымыз ашылады. Біз осы жаңа конкурсты жаңа ережелермен қабылдаймын деп сеніп отырмыз. Ендеше, егер елімізде магистратура бітірген азаматтар сол конкурсқа қатыса алатын болса, сол магистратура бітірген шәкірттер мен магистратура бітірмеген, яғни шәкірттердің арасында конкурс бәсеке бола қалған жағдайда кімге басымдық беріледі? Сонда магистратура бітіргендерге ме? Жоқ әлде ондай басымдық біреуге береді. Яғни бәсекелестік жағдай туады ғой бұндай жағдайда? Бәсекелестік осы жылы бәсекелестік туады. Мен айтып кеттім, 2000 үміткер күтіп отырмыз, одан да мүмкін жоғары күтеміз. Стипендияның саны 600-дей. Сол себептен конкурс өте жоғары деңгейде өтеді деп сеніп отырмын. Қазақстанның магистратура бар азаматтар басқа азаматтармен бірге сондай ережелер бойынша өтеді. Жалпы талап бойынша. 10 мың шәкірт тәрбиеледі болашақ бағдарламасы осы кезге дейін. Оның 7700-дейі елімізде жұмыс жасап жатыр, отандық экономикаға жұмыс жасап жатыр. Сұраныс қазір қай деңгейде? Болашақта бағдарлама жабылады деген сыбыс бар. Сол дұрыс па, жоқ әлде бұрыс әңгіме ме? Жалпы 21 жылдың ішінде 11 мың адам қазір болашақ стипендиясын иегері болып атанды. Соның ішінде 7700-і Қазақстанға оралып, біздің түлегіміз болып отыр қазір. Қазір барша салаларда жұмыс істеп жатыр. Біз олар қадағалап отырамыз. Қайда жұмыс істеп жатыр, мамандық бойынша жұмыс істеп жатыр ма, қандай мекемелерде жұмыс істеп жатыр. Оны біз орталық ондай жұмысты жүргіземіз. 2000-дай қазір шетелде оқып жатыр. Қалғандары өз бетімен бастатты стипендияны, әлі айырылды стипендиядан. Оқи алмай қалды, тағы басқа себептерден стипендиядан айырылды. Яғни бұл 20%-дай ма, 10%? Жоқ. Жалпы стипендия саны 500 адамдай стипендиядан айырылды. Болашағы, келешегі, осы айтып кеттім, республикалық комиссия, Ақорда жанындағы республикалық комиссия шешеді. Бұл ең басты орган, саясатын біздің айқындайтын. Осы алдағы 3 жылдың бюджетінде біз нақты қаражатпен қамтылғанбыз. Ақша бар, қаражат бар. 600-дей стипендия жыл сайын берейін деп отырмыз. Енді қазір экономикалық жағдай дұрысталса, өзгерсе, әрине көбеюі мүмкін. Мысалы, бұл президент айтып кетті, қазір осы жылы біздің үнемдеу жылы максималды түрде біз осы оптимизацияны жасап жатырмыз.
келесі жылдар мысалы жағдай өзгерсе біз ондан көбірек беріп отырамыз стипендия. Жалпы стипендия менің ойымша өз жұмысын, өз миссиясын атқарып келе жатыр. Біздің басты миссия осы экономикаға, нұрлы жол бағдарламасына, жаңағы денсаулық саласының бағдарламасына кадрлар дайындау. Жаңа кадрлар дайындау, жаңағы халықаралық тәжірибеге сәйкес, стандартқа сәйкес кадрлар дайындау. Қазір енді қарасаңыз, әрбір салаларда біздің түлектеріміз жұмыс істеп жатыр. Тағы бір қызықты дерек, 3000-дай техникалық мамандықтар бойынша шәкірт білім алды, 6000-дай дәрігер, 2000-дай менеджер. 600-дей дәрігер. 600-дей, кешіріңіз. 3000 техникалық мамандық бойынша шәкірт білім алды, 2000-дай менеджер, яғни басқарушылардың буыны дайындалды. Осы менеджментті дайындау үрдісі алдағы уақытта қысқармай ма? Өйткені жалпы менеджмент саласы бойынша. Менеджмент саласы, өйткені соншама басшы кімге керек? Жалпы енді болашақтың миссиясы біздің әр саламызда, экономика саласы болсын, денсаулық сақтау саласының болсын, лидерлерін дайындау, қолбасшыларын дайындау, дұрыс па? Сол себептен менеджерлерді менің ойымша дайындау керек. Жақсы жаңалық, біздің Қазақстанда қазір жақсы орталықтар құрылып жатыр. Соның ішінде Назарбаев университет мысалы, олардың мемлекеттік басқару мектебі ашылып жатыр қазір, магистратура бойынша. Сосын жаңағы бизнес администрирование дейді, жаңағы ол MBA, ол бойынша да қазір олар дайындап жатыр мамандарды. Сол себептен біз жаймен сондай мамандықтар бойынша әрине қысқартамыз, бірақ Қазақстанда жоқ мамандықтар бойынша болашақ арқылы дайындауға біз дайындаймыз. Студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңізге үлкен рахмет. Рахмет сізге.